Ассалаумағалейкум. Тоқтайсыздар ма? Бірдеңе сұрайық деп еді сіздерден. Тоқтасаңызшы айтамын ғой. Демеңіз қайда? Тоқтасаңызшы енді айтамын ғой. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Видео жоспарыңыз қосылып тұр ма? Аха. Сіз кім боласыз? Өшіп тұр ғой. Қосылып тұр. Кім боласыз? Менің есімім Аян болады. Аха. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Сіздердің автокөліктеріңіз жаңа байқап қалдым да. Аха. Билет орнатып алған екенсіздер. Аха. Сол туралы сұрағым бар. Қандай билет сізге орнатып алғанбыз? Жүріңізші көрейік. Аха. Негізі мына 18 жылғы ғой, қателеспесем. 18 жылғы. Мынау завод изготовитель орнатқан ба? Бізде осылай қараңыз, атыңыз кім болады? Аян. Почтаңыз қай? Амангелдиевич. Сізге Аян Амангелдиевич деп айта берейік па? Аха. Бұл жерде билет емес, біз департамент полициядан қалай көлік алып солай айдап жүрдік. То есть мынау сіздердің ойларыңызша қолдан жасалмаған, е? Қолдан жасалмаған, е? Негізі мынау менің білуімше мына автокөлікті Елантра 18 жылғы ғой. 18 жылғы мен білуімше. Мынандай билет негізі орнатылмаған. Соның ойынша, менің ойымша, мынау негізі заңсыз. Сол туралы мен сіздерден сұрайын деп келгем жаңа. Талғарский трассадан сіз жаңа қызыл автокөлік тоқтатқан кезде арттарыңыздан келіп, бір ауыз осы туралы сұрайын деп едім, сіз жүріп кеттіңіз. Тоқта. Құжаттарыңыз бар ма? Сіздер ремень не үшін тақпайды водитель? Сіз де тақпадыңыз. Тақпадым ба менде? Иә, бейне бар, қол бәрі бар. Көрейікші. Дәлел көрсетсеңізші. Хаттамасын жазып беріңіз. Может быть, жазыңыз, не согласенмін деп. Иә. Мен сізге сотта көрсетіп тұрмын. Сіз қазір маған көрсетсеңізші, данный маған. Өзіңізді қызметке алдыңызбен таныстырып жіберіңіз, көрсетіңіз. Иә. Жоқ, сіздер сол сұрақпен не қылыңыз? Иә. Сіз енді көрсетсеңізші енді. Тақпай отырғанды көрсетіңіз, белбеу жоқ. Содан кейін мен сізге айтамын. Жазыңыз, не согласенмін, жазыңыз. Көрсетіңіз енді. Мен сізге тағы да айтайын. Сіз, может быть, келіспейін деп жазыңыз, е? Иә, сіздер автокөлік, иә. Страховкада бұл кісіде жоқ екен, бірақ сіз қасында тұрсыз, ол болады заңды түрде. Дұрыс айтасыз. 222. Сіздің атыңыз кім? Нұради? Хаттама Нұрадидің атынан толтырылып жатыр ма қазір? Жоқ. Қазір біз әкімшілік хаттаманы қазір данный момент Кия автокөлігіне толтырып жатырмыз. Кия автокөлігіне. Жоқ, кім инспектор кім бұл жерде толтырып жатыр? Сіздің аты жөніңізден, иә? Соны сұрап жатыр. Иә, менің аты жөнім. Сіз не өзіңіз таныстырмадыңыз, мен ана кісімен таныстым, мына кісі мен. Полиция капитаны Нұсіпбек Ақжол Ерланұлы, патрульдік полиция полкының қызмет аға инспекторы. Жарамды 2028. Әкімшілік хатқа келіспейсіз, е? Дұрыс па? Сіз айтып тұрсыз, келісесіз бе, келіспейсіз бе? Толтырдыңыз ба? Қай баппен қалай толтырдыңыз? 593 баппен, часть 2 бап бойынша. Қазақша, орысша қай тілде толтырып берейін сізге? Қазақ тілде толтырып берейін сізге. Сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе? Немен? Қауіпсіздік белбеу тақпаған үшін. Дәлелдемеңіз көрсетсеңізші. Көрдің ба? Көрдіңіз ба? Тағы көрсетсеңіз, тағы көрсетіп берейін. Сіздің автокөлігіңіз. Сіздер өздеріңіз сұрадыңыз бар тоқтауды. Біздер тоқтатқан жоқпыз. Сол моментте сіз өзіңіз ремейсіз кетіп баратырсыз. Дұрыс қой, сіз ғой, көлігіңіз жүрді, бәрі видеосы бар. Келіспеймін. Аха, жарайды. Келіспесеңіз, келіспеймін деп жазбайсыз. Материалды әкімшілік хаттама толтырып, сотқа жібереміз. Сот шешім қабылдайды. Дұрыс қой. Басқа алып қосарыңыз жоқ па? Алып қосарым жоқ. Жаңа инспектордың өзіне берсеңші, өзі толтырсын да. Сіздер екеулеп толтырасыздар, кісімен жоқ. Пайызсыз. Жаңағы екеулеп толтырасыздар, мына кісі бастап толтырамын деп мені айтып кетсіз. Қазір бұл сотқа баратын материал ғой, қазір сотта кім, сіз шақырамыз ба, мына инспектор шақырамыз ба? Мен сізге түсіндіріп айтайын. Сіздер дұрыс айтасыздар, мен сіздерге түсіндіріп айтамын. Бұл кісінің тоқтатқан себебіміз, бұл кісі көлік құралы кезінде қауіпсіз белбеуін тақпады. Это понятно, енді толтыру мақсатын айтамын. Бұл кісіге толтырып беріп жатыр қой, заңды түрде толтырып беріп жатыр. Сіз толтырмайсыз бен, ақыры сіздің атыңыздан жүріп жатса. Толтырып жатыр ғой, мен де толтырып жатырмын, бұл кісіден сұрап жатыр, толтырып жатыр. Қандай сұрақ керек сіздерге? Жоқ, енді сіздің планшетіңізбен бұл кісі толтыра ала ма? Толтырып жатқан жоқ, мен басын толтырып бердім, қазір болды. Толтырылады, жүреді, болды.
ондай бола ма разы? Жоқ, мен біз толтырып бердік қой енді. Толтырып жатырмыз ғой. Жоқ, енді сіз толтырмайсыз бен, сіздің атыңыздан ғой. Мен толтырып бердім ғой енді. Толтырып берілді ғой. Болды ма? Siz kelishmaysiz ya? Ha, жазасыз, келіспейсіз. Так, бүгінгі дата 3 февраль, сағат 15:24. 2026 жыл бұл. Қазіргі таңда әкімшілік хаттама түзеліп жатыр. Нақты қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін деп. Біз өз тарапымыздан келіспейміз. Міндетті түрде материал сотқа жіберуді талап ететін боламыз. Келіспейді. Хаттамамен келіспеймін. Толтырдық, астынан жазсыз. Бұл без решения қалдырдық қой. Қолдай беріңіз. Водитель келіспейді. Болды ма? Жақсы, жол ережесін бұзбаңыздар, жол қоғамын Адвокат шақырмайсыз ба? Жоқ, бұл жерде Сұрамайсыз ба? Құқық керек, адвокаттың көмегі керек па? Бұл кісі мемлекеттік тілде жақсы сөйлейді ғой, қазақша. Переводчик емес қой, адвокат. Екі түрлі ғой. Қажет болса өз-өзге шақырасыздар сіздер, бізге емес. Солай ма? 744-те не деп айтылған онда? Жоқ, мен сізге түсіндіріп айтайын, қайтадан мен сізге бұл кісіге бейнебақылаусын сұрадық. Біз бұл кісіні тоқтатқан жоқпыз, сіз өздеріңіз бізге обращение сұрадыңыздар, сіздерге бейнебақылау көрсетіп тұрып, қалай ременсіз жүргендер. Бұл кісі жол ережесі жүргізу бойынша келіспейді. Дұрыс па? Заңды түрде әкімшілік хаттама толтырып бердік, сотта шешім қабылданады. Сот шешім қабылдайды. Біз как исполнительный орган составляем протокол, направляем в суд. Рұқсат болса жүреді. То есть сіздер жақтан адвокат Ответственный келеді, ответственный. Жоқ, мен түсіндім, мен сізді қараңыз, мен сізге қайдан түсіндіріп айтайын, мен сізге түсіндіріп айтайын. Сіз келіспейсіз, сіз адвокатпен сотқа келсеңіз болады. Өйткені бұл жерде мен без решения қалдырдым. 744-ші бап не үшін айтылған Мен сізге онда? қайдан түсіндіріп айтайын, бейнебақылауды мен көрсеттім бұл кісіні. Заңды түрде ременсіз жүрген көрсеттім. Сотқа адвокатпен келсе болады. Сіз енді бұл кісінің жүргізушінің құқықтарымен де таныстырмадыңыз ғой? Мен таныстырдым, бұл кісіге Не деп таныстырдыңыз? Адвокат деп неғып сұрамадыңыз Жоқ, мен сізге онда? түсіндіріп айтайын, бұл кісіге мен түсіндірдім, бұл кісі тыңдаған жоқ, келіспеймін деп айтты. Рұқсат болса жүре берейік. Солай ма? Жоқ, енді жаңа 102-ні күтпейсіздер ма мұнаны енді? Енді шақырыңыздар, біз енді сіздер өзіңіз. Прям менің сөзім жоқ. Алматы қаласының полк патруль қызметкерлері. Сіздер жұмысқа қалай кірдіңіздер жалпы? 744-ші бап түсіндіру, переводчик, адвокат деген қайда? Әлде сіздердің жұмыстарыңыз тек қана хаттама толтырып кетумен аяқтала ма? Ана инспектордың айтуы бойынша солай болып тұр ғой ситуация. Хаттаманы толтырдым, болды. Менің жұмысым бітті деп тұр ғой. Алейкум ассалам. Сөйлеймен. Жүзекке звондадыңыздар ма? Иә, жүзекке звондадық. 225-ші борт еді жаңа? 226-ші бортпен кішкене конфликтный, словесный перепалка болып қалды. Біз ол кісілерді тоқтаттық, тоқтаңыздаршы деп попросить еткеніміз сол еді. Ол кісілер бізді камерасына түсіріп телефонына. Сіздер емен таппапсыздар. Хорошо, толтырыңыздар хаттамасын. Бірақ автокөліктеріңізге не үшін билет, жарық шамдарын орнатып алғансыздар деп еді. Ол бізде солайынан берілген, бұл типа заводской деді де, сіздерді күтпей кетіп қалды. Яғни, қазіргі таңда сол кісілерді осы жерге шақырып, тест хаттамасын толтыруыңыз сіздерден талап етемін. Заң аясында барлығы. Біздерге хаттамасын толтырып берді. 744-ші баппен таныстырмады, адвокат бізге предлагать еткен жоқ. Оның бәрі бейне жазбада бар. Мен айтайын деп едім деп соңынан қол қойып қойғаннан кейін инспектор өзі мойындап, жақсы сау болыңыз деді де отырды да кетіп қалды. Яғни хаттама толтыру барысында 744-ші баппен таныстыру полиция қызметкерінің немесе кез келген құзырлы органның міндеті. Дұрыс қой, иә? 743-ші бап бойынша адвокат таппаса, онда извещение, уведомление беру керек. Протокол адвокатпен бірге толтырылады деген. РОВД-ға сонда жерге шақыру керек жүргізушіні. Яғни полиция қызметкерінің заң бұзушылықтары осындай байқалып жатырмыз қазіргі таңда.
Медеу аудандық полиция басқармасына қатысты полк патруль қызметкерлері. Сіздер де Медеу ауданына қатыстысыздар ғой, иә? Қызметтік куәлігіңізбен бола ма танысуға? Старший лейтенант полиции Сулейменов Олжас Кажимович, инспектор службы полка патрульной полиции 28 жылға дейін екен Запаров мырзадан алыпсыз. Олжас мырза, танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Аян, бірақ қазіргі таңда именно сол кісілерді шақырып, қайталап айтамын. Қайта жабдықтандырылған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590 баптың 7 тармағына сәйкес хаттамасын толтырып беруіңізді талап етемін. Ана кісі взвод командирі ма? Жоқ, ол взвод командирі емес. Взвод командирінің тоже ақпарат жетті, ол кісіге айттық звондадым. Негізі взвод командирі келе ма деген ойда едім. Звондап жатыр ол кісіге. Доказывать, вы же грамотный человек, я вас давно знаю. Ага. Вы же это все знаете, это тоже надо доказывать. А в данный момент я же их сейчас с линии снятия туда к вам отправить не могу, так как у меня есть оперативно вызова есть. Понимаете? Алло. Понял. Получается, сейчас не можете им составить, да, протокол, да? Алло. Получается, сейчас не можете составить протокол? Потому что они сейчас на вызовах. Я еще не знаю, я не видел их машину, что билет. Это еще надо же знать, что это. Если у нее билет, надо доказывать это. Ага. Хорошо. Понял. Экспертизу вести. Может быть, у них не это стоит. Вы же не знаете же. Хорошо, понял. Хорошо? Қазіргі таңда осындай орын алып жатыр. Яғни Құлдыбаев взвод командирінің айтуы бойынша полиция қызметкерлері бос емес, как всегда, вызовта дейді. Ну ладно. Енді в отношении них заявление қалдыратын боламыз. Пусть принимает меры. В дальнейшем алдыда не болады, міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын. Так, міне арыз жазылды. Арыздың нақты мәселесі: в связи с этим прошу вас принять меры в отношении водителя Буран-226 за переоборудование транспортного средства согласно нормам закона Республики Казахстан. Если оно установлено в рамках закона, прошу вас предоставить соответствующее разрешение, которое не может получить ни одно гражданское лицо. Заявление написано собственноручно и мною подписано. Еще екінші 26 жыл.